Осы аптада Астанада жоғары деңгейлі келіссөздер, ауқымды шаралар көп болды. Олардың барлығы Қазақстанның ғана емес, тұтас Орталық Азияның мүмкіндігін ашады. Арнамызға сұхбат берген мәжіліс депутаты Айдос Сарым осылай дейді. Ол S5+1 форматына қатысты өзінің пікірін білдірді. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы не береді, қандай мәселелер талқылануы мүмкін? Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, АЕФ деген үлкен Қазақстанның әлемдік дәрежеде өткізіп жатқан үлкен шарасының бірі. Ол тек қана Қазақстанның емес, Орта Азияның мүмкіндіктерін ашатын шара. Оған көптеген мемлекет басшылары, әлемдік дәрежедегі сарапшылар, кәсіпкерлер келеді. Сондықтан енді Қазақстанның мүмкіндігін танытуға, белгілі бір ойларымызды, ниетімізді, потенциалымызды әлемге таныту үшін белгілі таптырмайтын бір алаңның бірі болып табылады. Тағы бір мысал келтірейін. Мысалы үшін осы аптаның өзінде Африканың екі басшылары Қазақстанға келіп кетті. Мемлекет басшысы да қабылдап жатыр, сыртқы істер министрлігінде жақсы кездесулер болып жатыр. Мына бүгінгі күні Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша Қазақстан цифрландыру бойынша, электронды үкімет бойынша әлемдік көшбасшының бірі. Және біздің продуктеріміз, біз жасаған құралдарымыз, қондырғыларымыз, ұялы телефонға басқаға ендіретін әлемдік нұсқалардан әлдеқайда арзан. Біздің құралдарға Африканың көптеген үкіметтері көзін тігіп отыр. Енді шын айту керек, біздің мысалы Қазақстандағы банкинг жүйесі. Біз енді кейде өзіміз кемсітіп, өзіміз төмендетіп жатамыз. Бірақ біздегідей банк жүйесі, электронды жағын айтайын, әлемнің көп елінде жоқ нәрсе. Соған көзін тігіп отқан, шын мәнінде қызығып отқан елдерде жоқ емес. Тіпті Біріккен ұлттар ұйымының кейбір мамандары, сарапшылары, басшылары Африка елдерінің осыны ұсыныс ретінде айтып отыр. Алысқа бармай-ақ қойыңыздар. Сіздердің Қазақстан сияқты мемлекеттің жасаған деректерін өздеріңізге алсаңыздар, ол жақсы сіздің экономиканы, сіздің үкіметтің жұмысын ашықтығын қамтамасыз басқасына жақсы мүмкіндіктер ашады деген деректер де бар. Сондықтан бұл Қазақстанның әлеуетін арттыру, Қазақстанның әлемге танымалдығын арттыру. Біз енді айтып жатырмыз ғой, Қазақстан орта дәрежедегі держава дейтін үлкен ұғым бар. Соған егер енеміз дейтін болсақ, болашақта біздің енді Қазмұнайгаз қазір Еуропа елдеріне, басқа елдеріне қазір ақшасын салып, мүмкіндіктерін арттырып отыр ғой. Біздің жақсы геология бар, азды көпті. Олардың да бәлкім Африка құрлығына барып, енді бүкіл әлем білет, Африкадағы тынышсыздық деген мәселе болмаса, Африка әлемдегі ең үлкен кеніштің бірі. Сирек металдар, асыл тастар, мұнай, газ, басқа деген сияқты. Егер Қазақстанның онда да бір үлесі болатын болса, әрине Қазақстанға деген сұраныста, Қазақстанның мүмкіндігі де, тіпті сол арқылы бюджетке келетін қаражатты артады деген сөз ғой. Орталық Азия Италия саммиті, одан не күтеміз? Италия біз үшін өте маңызды елдің бірі болып табылады. Қазақстанмен ең ірі қаржылық сауда қатынастарын орнатқан ел. Бүгіннің өзінде айналамыз сауда саттығымыз 16 миллиард доллардан асып жатыр. Инвестордың бірі ірі. Және ең алғаш Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезде Қазақстанға сеніп, Шеврон сияқты компаниялардан кейін Қазақстанның мұнай газ секторына ақша құйған ірі инвестор мемлекет екені анық. Біз мысалы үшін ешқандай соғысқа, басқасына қатысымыз жоқ. Біз өзіміздің әлеуетімізді дамытуға мүдделіміз. Екінші мәселе, енді жыл сайын айтатын әр кездесуде парламент дәрежесінде, үкімет дәрежесінде, сыртқы істер министрлігі дәрежесінде айтатын әңгімеміз бар. Ол визалық режим. Біздің Құдайға шүкір енді әлемнің бар түкпіріне біздің азаматтар барып жүр. Туристік сапармен де, кәсіптік сапармен де, талай студенттеріміз оқып жүр. Ем-домын алып жүрген азаматтар бар. Солардың жолын жеңілдету. Мысалы үшін біздер Еуропаның, әсіресе сол Италияның азаматтарына Қазақстанға кез келген уақытында келіп тұруға жағдайларын жасадық. Енді дәл осындай жағдай кемде біздің студенттерге, біздің кәсіпкерлерге жасалу керек деп санаймыз. Әр Италияға шыққан сайын виза алып жүретін болсақ, онда ол қандай парапарлық, қандай теңдестік дейтін әңгіме туындайды ғой. Сонымен қатар Қазақстанда Италия мен Орта Азия дейтін, енді көп жылдан бері өзінің қажеттілігін, өзінің өміршеңдігін дәлелдеген формат бар. Ол Орта Азиялық бестіктің жиналыстары. Көріп жұмыс. Америкада 5 адаммен келіп сөйлеседі, 5 мемлекетпен келіп сөйлеседі, Европада, Қытайда, Оңтүстік Кореяда, басқа да. Енді соның Италия дәрежесіне шығып, жаңа бір деңгейге көтерілуі менің ойымша заңды құбылыс. Италияның жалпы кәсіпкерлерінің, енді біз мынандай нәрсені түсінуіміз керек. Біз ағайыннан қызғанатын дүниеміз жоқ.
Өзбекстанның өсуі айналып келген кезде Қазақстанның да өсуі, Қырғызстанның дамуы, Қазақстанның да дамуы. Біз бір өзеннің аңғарында тұрған елдер сияқтымыз. Бір автобус маршрутының бойында тұрған аялдамалар сияқты мемлекетпіз ғой. Сондықтан бір-бірімізге болысып, бір-біріміздің жағдайымызды айтып бастағанымыз, бір мәселені шешуге деген 5 мемлекеттің араласқаны әлдеқайда тиімді де шығар.